Қазақтардың егіншілікке жаппай көшуі басталды. 20 ғасырдың басында көшпелі мал шаруашылығы ұлы дала тұрғындарының тіршілігін қамтамасыз етудің дәстүрлі жүйесі ретінде қалыптасты. Табиғи географиялық фактордың әсерінен ежелден егіншілік дамыған Қазақстанның негізгі аймақтары: оңтүстік Қазақстан мен Жетісу жері. Оқты етін құрылғының атауы: тез. Көшпелі өмірге бейімделген, ерте заманнан келе жатқан көшпелілердің баспанасы. Киіз үй. Араб географы Әл-Мақдиси бұл қала туралы былай деп жазды: 7 қабырғамен қоршалған үлкен қала, оның рабады бар, мешіт ішкі қалада орналасқан. Қай қала туралы айтылған? Сауран қаласы. Ұлы жібек жолын қалпына келтіру бағдарламасын әзірлеу және іске асыру жөніндегі түркітілдес мемлекеттер президенттерінің бірлескен декларациясы қабылданды. 1996 жылы Ташкентте ірі бай шаруашылығын тәркілеу туралы декрет қабылданды. 1928 жылы Түркістан-Сібір темір жолы салынды. 1927-1930 жылдары Қазақстан Республикасының дүниежүзілік сауда ұйымына кірген жылы. 2015 жылы қуаңшылық жағдайында егіншілікпен айналысу қай кезеңде тиімсіз болды? Шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың басында. Ботай қонысы қанша жерді алып жатты? 15 гектардан астам. Жібек жолы атауын неміс ғалымы, географ Рихтгофен қай жылы ұсынған? 1877 жылы. Қай ғасырда Ұлы жібек жолын Моңғол империясы тиімді пайдаланып, өз бақылауына алады? 13-ші ғасырда. Қала халқының саны үнемі өсіп отырған? 8-ші ғасырда. Аң стилі қай тайпаға тән? Сақтар. Ташкентте түркі мемлекеттері президенттерінің бірлескен декларациясында Ұлы жібек жолы басты нысан етіп қай жылы алынды? 1996 жылы. Жұттың орын алуына байланысты шаруалардың мал басын аман сақтап қалу мақсатында көктеу мен жайлауға көшу мүмкіндігі де шектелді. 1920-1921 жылдары. Орынбор-Ташкент темір жолы қай жылы іске қосылды? 1906 жылы. 1919 жылы Кеңес өкіметі қандай саясатты қабылдады? Әскери коммунизм. Большевиктер партиясының 10-ші съезінде жаңа экономикалық саясат қабылданды. 1921 жылы. Қарқаралы уезіндегі жәрмеңке.
қоянды. 1993 жылы 15 қарашада ұлттық валюта теңге енгізілді. Қазақстанда химия өнеркәсібінің алғашқы кәсіпорны. Шымкент дермене зауыты. Ұлы Отан соғысы кезінде жауға атылған 10 оқтың нешеуі Қазақстанда өндірілген қорғасыннан құйылды. 9 оқ